ел жайлы сандаған мақалалар, торғайда еңбек еткен еңбек ері адамдардың өмірі, көркем очерк бәрі суреттеледі. Дүниедегі ең асыл ойдан өткір идеяның сақталар орны бұл кітап дейді. Классик жазушымыз Әбіш Кекілбаев ағамыз айтады, адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітап қана дейді. Шынында да бүгінгі мына 21 ғасырдың өзінде де осы кітаптың актуальдылығын жойдырмай келе жатқан осы жерде отырған қыл қалам шеберлері, жазушыларымыз, ақындарымыз, сіздерге алғыс айтамыз. Ал енді Марк Твен болса, кітап оқымайтын адамның кітап оқи алмайтын сауатсыз адамнан айырмашылығы жоқ дейді. 21 рұқсат болса, алғы сөзді авторға берсек дейміз. Мемлекеттік университетін бітірген журналистика факультетін, қазақтың еңбек жолын Қостанай облыстық Қостанай таңы тілшісі болған, Торғай таңы газетінің жауапты хатшысы, бас редактордың орынбасары, облыс әкімінің баспасөз хатшысы. Мәкең отырған лесіздер мөкштеріңізге таныс, Арқалық қаласынан әкім болды. Оның бір жағында Солтүстік Қазақстанда осында қызмет істеді. Қайсар әлдің өздерінің белгілі, қазақтың белгілі жазушысы, үлкен азамат, қоғам қайраткері. Талай еңбектерін өздеріңіз ойын саласында қызмет істеп, басшылықта асылар пернесі деген ансамбльді. Мен бүкіл дүниенің жарысын аралап шыққан кісі. Сондықтан бүгін келіп отырған. Інім отыр, Қаратай. Бұл жерден тағы өзіміздің ерегім отыр. Сосын мынақта мен қазір өзі зейнеткерлікке шыққаннан кейін Астанаға келгесін кішкене активисті болып, Сарыарқа аудандық ардагерлер кеңесі бастауыш ұйымының төрағасы деген бір қоғамдық жұмыста болған. Соған мына күлекеңді себепші мені ұстап алып, соған жегіп жүр. Мен өзі көп отырмайтын адам, жүрісім көп. Алматыға кетіп қалам, Тоққұлсынайға кетіп қалам деген сияқты. Бірақ әйтеуір елін тауып бұл кісілер мені айыптап жұмсап қояды. Келген кісілерге рахмет, мен жанында отырған замандастар бәрі. Ал енді кітап неге Торғай толғауы деп аталды? Өйткені мұндағы жазылған материалдардың 80-90% киелі Торғайға арналған. Торғайдың тарихы, Торғай жөніндегі, Торғайда еңбек еткен азаматтар жөнінде. Әңгімелерінің өзінде Торғай жерлері суреттеледі, Торғайдың аты аталады. Сосын кітап 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі тал бесік тәмсілі деген. Бұл балалық шақтағы алған әсер. Адамның бір керемет мөлдір әдемі кезеңі балалық шақ қой, көп нәрсе есте қалады. Сол әкемнен естіген әңгіме, шешемнен естіген әңгіме, елдің ақсақалдарынан естіген әңгімелерді бәрінен жиынтық келіп, тал бесік тәмсілі деген бір повесть естеледі. Негізі сол. Одан кейін Арқалық жөнінде Тоғысқан тағдырлар деген екінші деректі хикаят бар. Онда Торғай облысында қызмет істеген көп адамдардың аты-жөндері айтылады. Торғай облысы жөнінде бір мәселелер айтылады. Өзіме қатысты көптеген мәселелер айтылады. Қалған 22 әдеби әңгіме. Мен өзі журналистика мен әдебиеттің екі ортасында жүре беріппін өзі ойлап отырсам. Әңгімені тіпті ертеде жазыппын. Бала кезімде жазған әңгімелерім бар екен. Бірақ түбегейлі отырып кәсіби айналыспаған. Журналистің жұмысы белгілі ғой, сонымен жүргенде. Негізі әңгімеге отырған кезде Торғай тарап 97 жыл Қостанайға барғаннан кейін сол соңғы бір 10-15 жылдың көлемінде сол әңгімені өндіріп жазған кезеңім сол кез болды. Ал журналистика жанрында, енді осы да қызмет салада істегеннен кейін міндетті түрде жазасың. Қалай болғанда да. Публициканы да, очеркті де, басқа мәселені. Очерк деген жанрды мен өте көп жазған едім. Көп, бірақ соның ішінен 10 шақты ғана таңдап алдым, әдеби очерктер. Оның өзі кезінде Лениншіл жас деген газеттің тілшісі болған, Қостанай Торғай облысында. Сол Лениншіл жаста шыққан әдеби очерктерді мен алдым да қалғандар. Тіпті қызық болғанда фельетонда жазыппын кезде. Оған бір қажеттілік болған ғой деймін шамасы. Фельетон менің жанрым емес енді. 3 қайнасын сорпасы қосылды.
Алғашқы жазған кісілердің бірі міне Мәкен отыр мына. Есілде жаңа институт бітіріп келіп, заводта істеп жүрген кезде. Иә. Есіме түсіп жатыр жаңа. Есіне түсіп жатыр. Бұл Мәкеннен интервью алып, кейін жазып та сол. Кенжеғали Сағадиев академикпен 70 жылдың байланысты. Сол кісімен интервью бар. Ол кісі көп нәрсе айтады. Торғай жөнінде, жалғыз мәселелер жөнінде. Содан кейін Польшаның Қазақстандағы елшісіменен интервью жасадым. Ол кісі біздің Қостанайға 3 рет келді. Оның өзінде жаңағы Байтұрсынов атындағы университетпен тікелей байланыста болды. Сол бір келген интервью. Төлен ағамыздың 75 жылдығына байланысты Қостанайда тойланған. Сонда Төкенмен интервью жасаған. Төкен онда да көп мәселелерді айтады, жақсы айтады, жөнелтеді деген сияқты. Оның бер жағында 92 жылы бірінші рет Қазақстан журналистердің Байқоңыр космодромына жіберді. Оған дейін біздің Қазақстан журналистерінің Байқоңырға аяғы тиген жоқ. Соған мен ол кезде Торғай облыстық газетінің зам редакторы едім. Қазақстан журналистер одағының жаңағы ұйғарымы бойынша Торғайдан соған бардым. Қостанайский новости газетінің редакторы Қаршыке деген бар. Сосын басқа облыстардан әрқайсысынан бір представительдермен болды. Сол Байқоңыр ол қандай деген сияқты үлкен эссе жазған кітапта бар, соны кіргіздім. Сосын замандастар жөнінде жазылған жаңағы естілер, әңгімелер, интервьюлер деген сияқты. Сосын оның ішінде тағы бір 19-шы жылы мынау бүкілодақтық атқару комитеті Россияның біздің Қостанай қаласын Челябі облысына қосып жіберген. Соған Ақан қарсы шығып, революция комитетінің несі басшылығы қолдап, басқа жігіттер Жақаң бар бәрі. Ақан баяндама жасапты әскериге. Содан сол баяндама негізінде ол Москваға жіберіліп, Қостанайды қайтып алған Ресейдің құрамына. Әйтпесе Қостанай қаласы аулап бұрып кете береді екен ғой. Мынау Совет үкіметі құрылғаннан кейін біз Башқұртстанменен шекаралас болдық қой 17 жылға дейін. Бұл енді Ресейдің Бүгін үлкен бас қосу өзі елдің азаматтарын, қыздарын көріп, құрдастарымызды көріп, бір жас болса да ағаларымызды көріп, маңқайып қалып отырмыз. Серік, менің құрдасым, екеуміздің бір жасқан айырмашылығы бар шығар. Серіктің өзі бірақ кейде туған күні кейде 46-шы болады, кейде 48 болады. Енді 80-ге тақағанда қайсына тоқтаймыз, Серік? ортасында тоқтаймын ғой. Солай ма? Дұрыс енді. Серіктің орны бөлек, қазақ журналистикасында, қазақ әдебиетінде, қазақ телевизиясы мен радиосында Серіктің өмір жолына қарап отырғанымызда солға осыншалықты кәдімгі саланың, әртүрлі саланың, бірақ негізінен бақ қой. Бірақ соның жіктелетін салаларында еңбек етіп, бас редактор болуы Торғай таңына, іштің қалыңдығындай, қол ұстағанда адам риза болатындай, ішіне көз жүгіртсек, сол кәдімгі тарихи беделінің өзі, ол Торғай өңірінің кәдімгі дамуындағы, рухани байлығындағы, болашағындағы, кең бетіктердің өзін келтіре отырып жазғандығы, бұл үлкен ерлік деуге болады. Бұл кәдімгі 80-нің табалдырығындағы біздің Серік құрдасымның өзіндік халқына берген есебі десек орынды болады. Мен ойлаймын, бұған Серіктің кәдімгі газеттердегі мақалалары, газет жанрындағы еңбектері ол бәрі қамтылмаған шығар деп. Тек солай шығар, мақалалар өте таңдамалы дегеніне қарағанда, жаңағы очерктері, эсселері, новеллалары, соның жаңағы хикаяттары, солар кірген болу керек. Ұйытқып тыңдадым. Енді жазушының бір, Құдайға шүкір бізде жазушылар көп қой. Негізі Торғай елі ақын мен жазушының елі ғой. Анау Сырбай ағамыз бен Ғафу ағамыздан бастап бері қарай қаншама жазушылар болды. Арасында өнер қайраткері Қойшы ағамыз отырып. Енді міне мынау ұлттық кітапханада енді біреу естіп, біреу естімей қалды ма, қандай тамаша бір жерде осындай тұсаукесер өтіп жатыр. Жаңа сіздің кітабыңызға
жақсы сипаттама берді. Жалпы Қайсар ағамыз бәрін айтып. Енді мынау Секең басында бастап кетті ғой. Мен Торғайда енді инженер нелер көп болған жоқ. 70-ші жылы институт бітіріп, Есіл ауданында сол заводта бастағам. Сол кезде мен мастер болып одан начальник бастаған кезде осы мен тауып алған ол кезде білді ма мен Торғайлық білген жоқ. Сол өнеркәсіпке келіп үлкен ненің Қостанай деппін ғой. Торғай облысының үлкен өнеркәсібі, сонда мен цех бастығымын. Сонда келіп екеуміз сол журналистке сонда, по-моему, сұраған жоқпыз ғой деймін, Торғайсыз ба? Ру сұрамайтын ақ қой, білген жоқпыз. Қайсар жұмыс істеп. Қайсар ағамыз айтып жатыр ғой, сұрамайтынбыз. Нең руың кім деп. Мен мысалы көп кісімен таныс болдым кезінде Есілдің сол 76 жылы Рысбек Мырзашев ағасына кандидат партбилет алдым. Сонда артынан бір 20-30 жыл өткен кезде Акасы ол ағамыз Қыпшақ екен. Торғай деген, Торғайдан 10 шақырым жерде Ақмырза деген ауыл бар. Сол Ақмырзада екеуміздің балалық бал дәуреніміз бірге өтті. Ыбырай атам қабырғасын қалаған Торғай қазақ орта мектебінде екеуміз қатар оқыдық. Торғайдың төменгі жағынан анау қырдың үстіндегі мектепке барамыз. Сонда менің жүргендеген досым болды, жақсы біледі. Біз анау көшенің ортасында машина жүретін жол менен айқайлап, шулап, бүкіл жұртты өзімізге қаратып, оларды бізге қаратып, сөйтіп баратын болсақ, бұл азамат ақырын үйдің арасыменен мектепке жетеді, қаншама жер аяғына құм жұқпайды қояды. Кітап жазатынына, кітапты шығара алатынына, оның ішіне әңгімен бір нәрсені кіргізе алатынына мен оны жақсы сенемін. Өте жақсы сыйлас болдық. Бүкіл ғұмырымызда сырлас болдық. Әңгімеміз, әзіліміз жарасып келе жатыр. Енді бұл Торғай облысы ашылған кезде обком комсомолда бөлім бастығы болып, содан енді Алматыдан Шәмші ағаменен Мұхтар Арқалыққа келетін болып, Өзекең Бірбаев обком комсомолдың бірінші хатшысы айтады ғой, сен серт тарихты жақсы білесің, ана менің болғымды алда, барып ана ағаларды қарсы алып кел дейді ғой баяғы. Не деген ғажап, не деген ой. Ана Бірбаевтың ана сөзін қабылдап, аға сізге рахмат, бірақ енді ол кісілер творчество адамдары ғой. Обком комсомолда керемет қыз болған дейді. Атын ұмытып қалдым, бір жақсы қазақтың бір ажарлы қызы, жігіт қарайтын, адам тұра алмайтын, өздеріңіздей сияқты бір қазақтың қызы болған. Соны маған қосып беріңіз, бірге ала барайын дейді ғой. Соны барған қыз екі ағасына гүл береді. Қандай қыз еді, оларға пенде ғой енді. Шыға алмай қалған баяғы. Соны мынау айтатын көріп, Шәмшіға Волганың алдына отыр десе, сен жолды өте жақсы білесің ғой, алдына сен отыра бер деп анау қызды құшағына алып, машинаның артына отырады. Енді Мұхтар аға не істесін? Алма жоқ ана кісі құшақтап отыр, ол кісі иығымен сүйкеп, қыздың жанына ол кісі де отырады. Секем алда, не істеу керек? Алға қарайтын уақыт жоқ, қыз артта. Содан артына қарап баяғы екі ағасына қызды таныстырады ғой. Не деген керемет, сұлулығын, ғажаптығын, ана қыздың ақылдылығын, жұмысқа кереметтігін, бәрін айтып, сондай жасайды. Сол кезде қайсының творчество адамдары Шәмші ағамның аңылдап кеткен ғой. Аңыл, Серік мақтап жатыр қызы, Шәмші аңылдап жатыр, Мұхтар қарап отырсын да. Мұхтар да келіп баяғы ақ аруым, арқалығым деген тексті дайын болады. Сонымен бәрі Өзбек әліге барады. Өзбек әлі ағасына барып мақтанады, ойбай. Ән келді, ақ аруым, арқалығым дегенді таныстырады. Енді Өзекең ол керемет, сұмдық адам ғой енді. Жоқ, олай болмасын, арқалықтың ақтаңы болсын. Деп екі ағасы менен аттанып кетіп қалды. Енді менің ойым, егер Серік болмаса,
Серік анаңызды кереметтей таныстыра алмаса, бұл ән өмірге келер ма, келмес па? Сондықтан авторлыққа да Серік Шайбатов қосып берсе, артық емес ау деп ойлаймын. Енді өздеріңіз біліңіздер, өйткені мынандай ғой енді, шынында да ән қызғанып алып тұр. Мына кісі бидегі ғой. Мына қарындастарыңызға қарашы. Мына қарындастарыңыздың мөлдір көзден бүкіл торғай нұр шашып тұр, торғай даласы нұр шашып тұр. Қара көзіңнен мөлдір торғай даласын көрдім. Туынды осы кісінеке сонша авторлыққа кіргізгенде қошаққан. Адам бол Серікжан. Денсаулығың жақсы болсын. Рахмет. Енді басқа саған айтамын. Рахмет аға. Осы кітапты алып оқы. Ой, Базаркүлге қызығатын ек қой. Қандай қыз болатын керемет. Сол енді содан Сол кезде Құдай атып үйленіп қойғанбыз ғой ол кезде. сол жастық шағыңыз есіңіз өтіп кетті. Иә. Сол торғай толғауын Серік ағадан алып, мен дәл енді сондай түгел оқып шыға алмадым. Шамалы оқып шықтым, уақыттың торғай туралы айтылған. Сол Өзбек ел Жәнібектің торғай өңіріне сіңірген еңбегі тарих. Сейіт ағай бірге қызметтес болдық. Кәдімгі сатираның сарбазы. Ол кісінің қасына келсең өзі күле бастайсың әңгімелері. Дұрыс екен. Жеке прозалық шығармаларыңызды және ол қай жастыда болмасын елітпей қоймайды, ойландырмай қоймайды. Сол кітаптарыңызды қойнына жастап жататын қыз келіншектер, жігіттер, жас бос. Жатырқап кетпе жаным, мен ертең аттанамын. Жәудіреп от жанарым, неліктен көп қадалдым. Қара көзіңнен мөлдір торғай даласын көрдім. Сен дала боп ендің өр тағдырыма. Қара көзіңнен мөлдір торғай тауларын көрдім. Сен тау болып ендің өр тағдырыма. Бақыт жоқ талаптанбай, пейіліңнен таң атқандай. Тәңірім еркем сені мен үшін жаратқандай. Қара көзіңнен мөлдір торғай даласын көрдім. Сен дала боп ендің өр тағдырыма. Қара көзіңнен мөлдір торғай тауларын көрдім. Сен тау болып ендің өр тағдырыма. Сенгенім сүйіктімсің, шынардай иықтымсың. Тек қана ұлт намысы сүюден биік тұрсын. Қара көзіңнен мөлдір торғай даласын көрдім. Сен дала боп ендің өр тағдырыма. Қара көзіңнен мөлдір торғай тауларын көрдім. Сен тау болып
тау болып ендің өр тағдырыма.